Сәлем достар, 15 минутта ашқысыз дайын болатын бауырсақ жасаймыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Менің бауырсағым сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді шығады. Бізге керек заттарымыз: ұнымыз, шекеріміз, жылы суымыз, айранымыз. Бізге болған ашыған айранда болады, тәтті айранда болады, 1% кефир де болады. Және де піскен майымыз, жарты қасық ас содамыз қажет. Айранымызды құйып аламыз бірінші. Оның үстіне жылы су құйып, екеуін араластырамыз. Майымызды құйып аламыз. Шекерімізді саламыз. Өзіміздің қалауымызша шекер саламыз. Мен 2 қасық шекер салдым. Ұнымызды салып, оның үстінен ас содамызды саламыз. Шым-шым тұз саламыз. Венчиктің көмегімен араластырып, жақсылап араластырамыз. Сәл қоюланғаннан кейін қолдың көмегімен араластырамыз. Бөліп саламыз ұнымызды. Біздің қамырымыз дайын болды. 10 минутқа қамырымызды жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Менің қамырым сәл жабысты, оның астына ұн сеуіп жеремін, қайта қамырымды жайып жеремін. Қамырымызды өзіміздің қалауымызша кесіп аламыз. Мен бауырсағымды кесіп алдым. Әркім әрқалай кеседі, маған осылай кескен ұнайды өзіме. Енді майымызды ысытып, бауырсағымызды пісіруге дайындаймыз. Бауырсағымызды екі жағын қызыл қылып пісіріп аламыз. Менің бауырсағым пісті. Ыстық шаймен бауырсақ өте дәмді кетеді. Сіздер істеп көрсеңіздер болады. Өте жұмсақ болады. Сіздермен болған мен Ләззат.